16 Леон папаның тәлімі. Иса Мәсіх өмірде үміт беретін бұлақ. Құрметті бауырластарым, торқалы жылының басынан бүгінге дейінгі тәлімдерде Інжілдің көмегімен Иса Мәсіхтің өмірін зерделедік. Оның дүниеге келгенінен бастап, өлімі мен қайта тірілуіне дейінгі ғұмырын байқадық. Осылайша, жер бетіндегі үмітті қажылығымыз берік негіз бен сенімді жол тапты. Енді сапарымыздың соңғы бөлігінде Иса Мәсіхтің қайта тірілу құпиясының қазіргі адамзат пен тарих майданына, оның мәселелері мен қиындықтарына құтқарушы нұрын төгуіне мүмкіндік береміз. Өмірімізде өзіндік нақыштары мен түрлі сезімдерге толы көптеген оқиғалар болады. Кейде қуанамыз, кейде қайғырамыз, кейде шын бақытқа кенелеміз. Не болмаса ашуланамыз, ренжиміз, немесе көңіліміз қалады. Біз асығыс өмір сүреміз, нәтижелерге жетуге ұмтыламыз. Кейде биік әрі беделді мақсаттарға қол жеткіземіз. Ал керісінше, ілініп тұрған күйде қалғанда, кешігіп келетін немесе мүлде болмайтын жетістіктер мен мойындауларды күту барысында алаңдаушылық сезінеміз. Қысқасы, біз қарама-қайшы жағдайға тап болдық. Бақытты болғымыз келеді, бірақ тұрақты әрі қалтықсыз бақытқа жету өте қиын. Біз адами шектеулерімізбен келісеміз. Алайда сол мезетте шектеулерімізден асып түсуге ұмтыламыз. Сондықтан жан дүниемізде үнемі бір нәрсе жетіспейтінін сезінеміз. Шындығында, біз жетіспеушілік үшін емес, толыққанды өмір сүру үшін жаратылғанбыз ғой. Иса Мәсіхтің Жохан жазған Інжілде айтқанындай, біз өмірден ләззат алып, бақытты болу үшін жаратылғанбыз. Жүрегіміздің бақытты болуға деген ұлы құштарлығы өз сұрағына түпкілікті жауапты жоғары әлеуметтік мәртебеден, билік пен байлықтан таппайды. Жауап адами ұмтылысымыздың негізгі қозғаушы күшін үнемі қолдайтын Құдайдың бар екеніне деген сенімізде жатыр. Бақыттың келуін күтудің босқа кетпейтінін түсінімізде жатыр. Құдайға осындай сеніміміз үміт. Бұл жай ғана әр жайы көзқарас емес, көбінесе үміттеріміздің күйрегенін көргенде, ар жайлылық бізді көңілсіздендіреді. Тек шынайы үміт қана алдамай, уәде беріп, уәдесін орындайды. Бауырластарым, қайта тірілген Иса Мәсіх шынайы бақытқа жетуіміздің кепілі. Иса шынайы бақытымызға деген жалындаған, таусылмас шөлімізді қандыратын бұлақ. Киелі рух жүрегімізге бақытқа деген ұмтылысты құяды. Мәсіхтің қайта тірілуі шын мәнінде жай ғана тарихи оқиға емес. Бұл тарихын ішінен өзгерткен оқиға. Бұлақ дегеннің не екеніне ой жүгіртіп көрейікші. Оның сипаттамасы қандай? Бұлақ айуандардың шөлін қандырып, суын жуады. Жерді суландырады, өсімдіктерді қоректендіреді. Қураған нәрді құнарландырып, жандандырады. Бұлақ шаршаған жолаушыға демалыс береді. Оған көгалды алқаптың қуанышы мен салқынын ұсынады. Бұлақ табиғатқа, жан-жануарларға, адамдарға риясыз берілген сый сияқты. Сусыз жерде тіршілік жоқ. Қайта тірілген Иса Мәсіх сарқылмайтын әрі өзгермейтін тірі бұлақ. Ол әрқашан таза және әрбір шөлдеген үшін ашық болып қалады. Құдайдың құпиясын неғұрлым көбірек білсек, ол бізді соғұрлым көбірек тартады. Бұл құпия ешқашан толыққанды шешілмейді. Әулие Августин өзінің мойындау, латынша конфессио деген атты шығармасының 10-шы кітабындағы илахи әсемдікке арналған тарауында жүрегіміздің осы бір толастамас талабын сипаттайды. Августин оны мынадай әйгілі өлеңмен өрнектейді.
Сен өз хош иісіңді шығардың, оны иіскедім, енді аңсаймын өзіңді, сенің дәмін таттым, енді ашып соған шөлдедім. Сен маған тидің, енді өзің сыйлайтын тыныштыққа деген жанып кеттім құштарлықпен. Иса Мәсіх өзінің қайта тірілуі арқылы бізді мәңгілік өмір көзімен қамтамасыз етті. Иса Мәсіх мәңгі тірі Құдай, өмірді қорғаушы, өлімді жеңуші. Міне, сондықтан да Иса Мәсіх бізге жер бетіндегі жолында жеңілдік әкеліп, мәңгілік өмірде шынайы тыныштық сыйлай алады. Қайтыс болған және қайта тірілген Иса Мәсіх қана жүрегіміздегі ең маңызды сұрақтарға жауап бере алады. Өміріміздің соңы бар ма? Мәні бар ма? Соншама жазықсыз жандардың жапа шегуін қалай түсіндіруге болады? Қайта тірілген Иса Мәсіх көк аспаннан жауап бермейді. Осы бір жалықтыратын, ауыртатын, тылсым өмір сапарында Исаның өзімізге серік болады. Шөл қысқанда боз құмырамыздағы суды тек Иса Мәсіх қана толтыра алады. Иса Мәсіх те өмір жолымыздың мақсаты болып табылады. Оның сүйіспеншілігі болмаса, өмір жолы мағынасыз адасуға, қасіретті қателікке, адасқан тағдырға айналар еді. Бәріміз де нәзік жандармыз. Қателік біздің адами табиғатымыздың бір бөлігі. Қателік бізді құлауға, көңілімізді қалдыруға, үмітімізді үзуге мәжбүрлейтін алғашқы күнәнің жарасы. Алайда, Мәсіхтің қайта тірілуі қайтадан аяққа тұру. Тіріліп келген Иса мақсатқа жетуге кепілдік береді. Иса бізді аспандағы күтетін, жақсы көретін, зұлымнан қорғайтын отбасымызға алып келеді. Иса Мәсіхпен бірге жүру бұл ештеңеге қарамастан қолдауды сезіну, шөлді басу және тарихымызды тоқтатуға, немесе бұруға қауіп төндіретін ауыр тастар сияқты сынақтар мен қиындықтарға нығаю. Қымбатты бауырластарым, Мәсіхтің қайта тірілуінен бұл дүниедегі өмірдің қиындықтарына қарамастан терең және қуанышты әлемді күтуге мүмкіндік беретін үміт бұлақтан ағып жатыр. Сапарымыздың соңында бізге тыныштықты бере алатын біреуі Иса Мәсіх. Өзі ғана бітпес тыныштықты беруші.